Бұл жерде жүкті болу ықтималдығы өте төмен 1-2% құрайды. Осы кезде жігіттер үшін өте шанс, бұл фертильный фаза деп аталады. Яғни бұл кезде жақындасатын болсаңыздар, бұл кезде мынау әйелдің жүкті болу кезеңі осыған байланысты. Қайырлы күн достар, сіздермен мен Олжас Иманғалиұлы, уролог-андролог дәрігері. Бүгінгі қозғатын тақырыбымыз әйел адам қай кезде жүкті болады? Осыған тоқтала кетейік. Өйткені қазір кезде ерлі-зайыптылардың арасында, оның ішінде ерлер үйленгеннен кейін әйелінің тезірек жүкті болғанын қалайды. Әрине, әйел адам қалса да, біз еркектер шыдамсыз болғандықтан, қай кезде тезірек жүкті болуын қалағандықтан, біз оның қай кезде жүкті болатынын біле бермейміз. Соған байланысты, мынау үйленген ер азаматтардың құлағына алтын сырға, мынау әйел адамның организмі өте күрделі құбылыс болғандықтан, бұны да ескеру керек, жігіттер. Мынау әйел адамда болатын фолликул, овуляцияны ескеру керек. Овуляция дегеніміз жалпы не? Соған тоқтала кетейік. Овуляция дегеніміз мынау әйел адам организмде, аналық безінде фолликуланың пісіп жетілу кезеңінен фолликуланың жарылу кезінде аналық клетканың шығуын осы овуляция деп айтамыз. Бұл овуляцияны ары қарай түсіндіретін болсам, мынау әйел адамның қалыпты етеккірін алатын болсақ, 28 күндік етеккірді алатын болсақ, егер етеккірі келіп кеткеннен кейін 1 аптаға дейін қосылатын болсаңыздар, бұл жерде жүкті болу ықтималдығы өте төмен 1-2% құрайды. Өйткені әлі фолликула жарылмағандықтан бұл жерде жүкті болуы өте төмен процент, даже болмайды десек болады. Екінші, циклдың ортасы 14-ші күні, яғни етеккір келіп кеткеннен кейін 14 күннен кейін овуляция жарылады. Осы кезде жігіттер үшін өте шанс. Бұл кезде жақындасатын болсаңыздар, баланың болуы ықтималдығы өте жоғары, 60-80% құрайды. Бұл фертильный фаза деп аталады. Яғни бұл кезде жақындасатын болсаңыздар, бұл кезде мынау әйелдің жүкті болу кезеңі осыған байланысты. Кейіннен, мынау бұл циклдан кейін фолликуланың жарылып кеткеннен кейін, өтіп кеткеннен кейін, мынау етеккірдің келуіне 1 апта уақыт қалған кезде жүкті болмайды. Бұл кезде процент ықтималдық тоже төмен 2-3% ғана құрауы мүмкін. Соған байланысты қай кезде жақындасу керек? Енді бүгінгі видеодан сіздерге мағлұмат толық түсінікті деп ойлаймын. Өйткені сіздерге қысқаша ғана түсіндіріп кеттім. Бүгінгі видео ұнаған болса, астына лайк басуды ұмытпаңыздар жігіттер. Әрқашан сіздермен пайдалы кеңестермен, пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламыз. Ой пікірлерін жазып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.